Армысыз көрермен, арнада жаңалықтар, студияда Мейрамбек Серікұлы. Әуел аңдатпа. Гормозавод серіктестігінде 15 өкілден тұратын 300-ден астам жұмысшы бар. Осы орайда серіктестік қабырғасында еңбек ассамблеясы ашылды. Бұл туралы бірер минуттан кейін мен Лаура Дәулетбек баяндаймын. Қазақтың дана да дара ақыны Абай Құнанбаевтың өмірі мен шығармашылығын тереңнен зерттеп зерделеген ғалым Қайым Мұхамедхановтың 110 жылдығына арналған конференция өтті. Бұл туралы сәлден соң мен Резагүл Шаменова айтып беремін. Көкшетаулық физика пәні мұғалімі авторлық әдістемелік оқу құралын шығарған. Бұл туралы сәлден кейін мен Сания Есімсейітов айтамын. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Пәкістанның премьер-министрімен келіссөз жүргізді. Тараптар соңғы жылдары Қазақстан мен Пәкістан арасында көп жоспарлы ынтымақтастық қарқынды дамып келе жатқанын атап өтті. Әуелі үкімет резиденциясында Шахбаз Шариф мемлекет басшысын қарсы алып, салтанатты рәсім өтті. Содан кейін бір-біріне ресми делегация мүшелерін таныстырды. Құрмет қарауылы сап түзеп екі елдің әнұрандары орындалды. Қарсы алу рәсімінен кейін президент Пәкістан премьер-министрінің резиденциясы аумағында ағаш отырғызды. Шағын құрамдағы келіссөз барысында саяси, сауда, экономикалық, инвестициялық және мәдени-гуманитарлық ықпалдастықты нығайтудың перспективті бағыттары талқыланды. Кездесу барысында сауда, көлік, логистика, энергетика, ауыл шаруашылығы, цифрландыру, ғарыш және қаржы салаларындағы қарым-қатынасты тереңдету мәселесіне баса назар аударылды. Қасым-Жомарт Тоқаев пен Шахбаз Шариф өңірлік және халықаралық күн тәртібінің өзекті мәселелер жөнінде де пікір алмасты. Былтыр ғарыштық мониторинг арқылы 3828 заңсыз қалдық жиналатын жермен 1000-нан астам қоқыс полигоны тіркелген. Бұл туралы үкіметте өткен таза Қазақстан бастамасын жүзеге асыру барысы қаралған жиында белгілі болды. Қоршаған ортаны қорғау және халықтың экологиялық мәдениетін қалыптастыруда цифрлық технологиялар қолдану мәселелері қаралды. Экология және табиғи ресурстар министрлігінің деректеріне сәйкес, президенттің таза Қазақстан бастамасы аясында барлығы 1294 іс-шара өткізіліп, 844 мың тонна қалдық жиналған, 1 миллион гектар жер тазартылып, 2,9 миллион ағаш отырғызылған. Іс-шараларға 6,9 миллион адам қатысты. Сондай-ақ үкімет басшысы жоғарғы экологиялық мәдениет қалыптастыру мен табиғатқа жанашырлықпен қарау жаңа конституция жобасының түбегейлі принциптері қатарына енгізілуінің маңыздылығын атап өтті. Отаншылдықты жасампаз іспен көрсету, жоғары экологиялық мәдениетті қалыптастыру, жаңа конституция жобасының түбегейлі принциптер қатарына енгізілгенін ерекше атап өткім келеді. Президенттің таза Қазақстан бастамасы ауқымды жалпыұлттық қозғалысқа және мәдениетіміздің ажырамас бөлігіне айналуға тиіс. Барлық министрлерге, әкімдерге айтарым, таза Қазақстан ол ешқандай бір күндік акция емес, ол мемлекет басшысы жариялаған еліміздің ұзақ мерзімді идеологиясы. Қаңтар айынан бастап салық берешегін өндіріп алудың тәртібі өзгерді. Енді салық төлеушінің қарызы 20 айлық есептік көрсеткіштен, яғни 86.500 теңгеден аспайтын болса, шоттары бұғатталмайды. Былтыр 6 айлық есептік көрсеткіштен жоғары болған жағдайда қарызды өндіріп алу шаралары қолданылатын. Ал салық берешегінің сомасы 45 айлық есептік көрсеткіштен асса, бұл дегеніміз 194.625 теңге. Мұндай жағдайда өсімпұл есептеліп, шығыс операциялары бұғатталады және борышкердің шотындағы ақшадан берешекті мәжбүрлеп өндіру шаралары қолданылады. Ал егер 20 айлық есептік көрсеткіштен төмен болған жағдайда салық органы тек хабарлама жібереді, яғни салықтың төлеу керек екені және осындай салығы бар екен. Яғни ол жағдайда салық қарызы есебіне есепшот бұғатталмайды ешқашан. Бүгін мәжілісте депутат Ермұрат Бапи Конституцияның жаңа жобасын талқылауды күн тәртібіне енгізуді ұсынды. Парламенттегі 6 партияның мүшелері ата заң жайлы ойларын ортаға салып пікір білдірді. Ең алдымен елдегі конституциялық реформаны талқылау жөніндегі менің ұсынысымды мәжілістің спикер ретінде күн тәртібіне енгізген шешімі үшін азаматтық алғыс айтамын. Расында осындай орасан өзгеріске қатысты мемлекеттік өкілетті органның трибунасынан сөз айтпай, ресми ретте үндемей қалуымызға болмайтын еді. Бұл ертеңгі күні сізге де, бізге де сын боларлық мәселе деп білем.
Жаңа ата заңның кіріспесінде ұлы дала байырғы қазақ жері мемлекеттің унитарлы сипаты, аумақтық тұтастық жайлы нақты жазылған. Бұл Қазақстанның мемлекеттілігі 1991 жылдан емес, 1000 жылдық тарихтан бастау алатынын заң жүзінде бекіту деген сөз деді депутат Еркін Әбіл. Осы тұрғыдан ұлы дала ұғымының Конституцияда көрініс табуы тарихи сабақтастықты құқықтық деңгейде бекітудің нақты дәлелі деп есептеуге болады. Ұлы дала ұғымы бұл эмоциялық немесе поэтикалық тіркес емес. Бұл Қазақстанның мемлекеттілігінің тарихи кеңістігі, мәдени коды және философиясын бейнелейтін нақты өркениеттік ұғым. Сондай-ақ қазіргі басты құжаттың қазақша мәтінінде бірізділік жоқ деді депутат Мақсат Толықбай. Заң баптары шұбалаңқы әрі күрделі екені талайдан бері айтылып жүр. Реформа жөніндегі комиссияның мүшелері кімдер, олардың біліктілігі қандай деген пікірлер де аз айтылған жоқ. Қазір біздің қолданыстағы ата заң 95 жыл жазылған. 12 адам жазып шыққан. Оның 9 енді Қазақстан азаматы да Байсим Ким Котов бастаған. Қалған 3 сарапшыны шетелден шақырғанбыз. Ал оның қасында бұл жолы конституция жобасын 130-дан астам адам өз азаматтарымыз әзірледі. Мәтіннің тілінде жөнге келтіріп алдық. Сонымен бірге жаңа конституцияда білім, ғылым және инновация елдің негізгі стратегиялық бағыты деп танылды. Енді мемлекет адам капиталы мен азаматтардың зияткерлік әлеуетін дамытуға басымдық бермек. Бұл шешім кездейсоқ емес. Технологиялық даму, экономиканы, еңбек нарығын, әлеуметтік процестерді күн сайын өзгертіп жатқан қарқынды құбылмалы әлемде басты ресурс. Енді табиғи қазбалар емес, адамдар, олардың білімі, құзыреті мен зияткерлік әлеуеті болып табылады. Осы тұрғыда конституциялық деңгейде адами капиталды дамыту бағытын бекіту Қазақстан үшін әлемдік дамудың алдыңғы шебіне шығуға және дамыған мемлекеттер арасында лайықты орын алуға нақты мүмкіндік берері хақ. Маңызды жаңалықтардың бірі ұлттық заңдардың халықаралық шарттардан жоғары тұруы. Бұл норма Қазақстанның құқықтық егемендігін күшейтеді. Яғни халықаралық келісімдер ұлттық мүддеге сай келмесе қайта қаралуы мүмкін. Мұндай тәжірибе ақш, Германия, Франция сияқты елдерде бұрыннан бар. Бұл сыртқы ықпалық емес, елдің өз даму жолын өзі таңдауға мүмкіндік беретін шешім. Конституция кез келген мемлекеттің құқықтық негізін айқындайтын басты құжат. Десе де бүгінгі жаһандану дәуірінде заң уақытпен бірге дамып, қоғамның жаңа талаптары мен заманауи сын қатерлеріне жауап беруі тиіс. Осы тұрғыда Қазақстанда жүзеге асырылып жатқан конституциялық жаңғыру ел дамуының заңды кезеңі. Ата заңның жаңа мәтінінің жобасы адам құқықтары мен бостандықтарын қорғауды басты құндылық ретінде алға қойып отыр. Конституциялық жаңа реформалар қоғамның қазіргі заманғы талаптары мен азаматтардың үмітін тереңінен бейнелейді. Онда сөз бостандығын нығайтуға, әр адамның әділ сотқа қол жеткізу құқығын қамтамасыз етуге, сондай-ақ жеке деректердің мызғымастығын қорғауға басымдық берілген. Бұл өзгерістер Конституцияны жасына, әлеуметтік жағдайына қарамастан әрбір азаматтың құқығын сенімді қорғайтын шынайы құқықтық тетікке айналдыруға бағытталған. Благодаря политике главы государства. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың әлеуметтік факторға, халықтың мүддесіне негізделген саясат жүргізіп келе жатқанның арқасында Конституцияның да қоғам сұранысына сай жетіліп, жаңарып отыруы заңды құбылыс. Сондықтан бүгінде жүзеге асырылып жатқан өзгерістер мемлекетіміздің әлеуметтік бағытқа бағдарланғанын көрсетеді. Түзетулерді ашық талқылау, қоғам институттары мен азаматтардың кеңінен қатысуы мемлекеттің халықпен диалогқа ашық екенін және азаматтардың пікірін ескеруге ұмтылысының айқын көрсеткіші дейді сарапшылар. Конституцияның жаңа мәтіні тек қағаз жүзіндегі құжат емес, қоғамның уақыт пен қазіргі заман талабын бейнелейтін динамикалық механизм екенінің дәлелі. Я поддерживаю данную реформу. Мен бұл реформаны толық қолдаймын. Оны қоғамға енгізу арқылы мемлекет халықпен етене екенін тағы да көрсетіп отыр. Енді көпшілік дауысты қоғам, әлеумет халықтың жағында болады деп есептеймін. Менің ойымша, бұл біздің президентіміздің ең дұрыс әрі тиімді шешімі. Негізгі заңды жаңарту халыққа бағытталған ашық және әділетті мемлекеттің қалыптасуына жасалған маңызды қадам. Қазіргі талаптар мен азаматтардың үмітін ескеретін Конституция олардың құқықтары мен бостандықтарын сенімді қорғап қана қоймай, қоғам мен мемлекет арасындағы өзара сенімділікті нығайта түседі. Сәния Есімсейітова, Эдуард Погребицкий, Павел Соловьев, Көкшақпарат.
Хабарымыз жалғастырамыз. Бүгін Ақмола облысы бойынша тағы 3 ауданның тұрғындары қоныс тойын тойлады. Әлеуметтік осал топ санатына жататын 30-дан астам тұрғынға жаңа пәтерлердің кілті табысталды. Қуанышты сәтке тілшімізде куә болып қайтты. Барша марапаттаушыларды, барша пәтер иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Қоныстарыңыз құтты болсын. Жаңа қоныс иелерінің қатарында Әсет Озиева да бар. Ол жұбайымен бірге 3 бала тәрбиелеп отыр. Былтыр ғана тұрғын үй кезегінде тұрған отбасы бүгін 2 бөлмелі пәтердің кілтін алып, ерекше қуанышқа бөленді. Это наше первое жилье. Бұл біздің алғашқы жеке баспанамыз. Қуаныштан жүрегім жарылғалы тұр. Дәл осындай қамқорлық танытып отырған аймақ басшысына, Зеренді ауданының әкіміне алғысымды білдірем. Басымды ем. Мүгедектігі бар бала тәрбиелеп отырған отбасы санаты бойынша біз кезегімізді 1 жыл күттік. Ал Юлия Власова 2 баласы бар жас ана. Ол осыдан 2 жыл бұрын ғана баспана кезегіне тұрыпты. Енді міне арманы орындалып отыр. Алдағы 5 жылда баспаналы болам деп 3 ұйықтасам да түсіме кірмеген еді. Кезекте тұрғаныма 2 жыл ғана болған. Міне бүгін пәтер кілтін алдым. Баспаналы болғандардың арасында Сандықтау ауданының 9 тұрғыны бар. Солардың бірі көп балалы ана Алия Ысқақова. 6 бала тәрбиелеп отыр. Ауыл шаруашылығы кәсіпорнында еңбек етеді. Күміс алқа төс белгісінің егері. Бүгін мен үшін өте қуанышты күн. Жаңа баспанаға ие болдым. Енді балаларымның өзінің жеке бөлмесі болады. Өте жайлы пәтер. Аймақта соңғы бірнеше жыл бизнеспен ынтымақтастықтың тиімді әдісі қолданылып келеді. Жекеменшік құрылыс компанияларынан әлеуметтік осал топ санатына жататын тұрғындар үшін дайын жаңа пәтерлер сатып алынуда. Осылайша былтыр 750 баспана үлестірілді. Баспана бақыт кілті деген. Жалпы баспанамен тұрғындарды қамтамасыз ету мемлекет басшысының ұстанған әлеуметтік саладағы саясатының басым бағыттарының бірі десек болады. Себебі осы тұрғын үймен қамтамасыз ету өңіріміз бойынша жаппай жүйелі түрде жүргізіліп жатқан жұмыстардың бірі. Соңғы 2 жылдың көлемінде соның нәтижесі болар. Соңғы 2 жылдың көлемінде облысымыз бойынша 5000-нан астам тұрғын баспанамен қамтамасыз етілді. Олардың басым көпшілігі осы әлеуметтік тұрғыдан мұқтаж жандарға, әлеуметтік тұрғыдан қолдауды қажет ететін жандарға арналған баспаналар. Олар жаңағы әртүрлі құрылыс компаниялардың құрылыс жаппай жүргізіліп жатқандықтан жаңағы 5000-нан астам атап өткен баспанамен қамтамасыз етілді тұрғын отбасы. Дәл бүгін Бурабай ауданында да пәтерлердің кілті табысталды. 11 тұрғын жаңа баспанаға қол жеткізді. Жыл соңына дейін тағы да 1000-ға тарта ақмолалық қоныс тойын тойлайды. Жанар Мұқышева, Вероника Цветкова, Жүрсін Өмірзақ, Алмас Садуақасов, Көкше ақпарат. Ақпанның 1-ші бейсенбісі бүкіл әлемде дүниежүзілік сайлау күні аталып өтеді. Аймақта осы маңызды күнге орай мемлекеттік қызметшілер мен жас сайлаушылар клубы мүшелерінің қатысуымен арнайы тақырыптық іс-шаралар ұйымдастырылады. Конституциялық өзгерістер кезеңінде азаматтардың сайлау жүйесіне деген сенімі ерекше мәнге ие. Тілшіміз жалғастырсын. 2005 жылы Будапештте өткен сайлауды ұйымдастырушылардың жалпыға бірдей конференциясында дүниежүзілік сайлау күні бекітілді. Еуропа елдерінде сайлауды ұйымдастырушылары қауымдастығының бастамасымен жыл сайын ақпанның 1-ші бейсенбісінде атап өтеді. Оның басты мақсаты азаматтардың сайлау құқықтарын қорғаудың маңыздылығын еске салу және электоралды жүйені үздіксіз жетілдіру қажеттілігін көрсету. Бүгінде конституциялық реформалар жағдайында сайлаудың ашықтығы, заңдылығы және оған деген сенім мәселелері ерекше маңызға ие. Орталық сайлау комиссиясының негізгі принциптері заңның үстемдігі, тәуелсіздік, ашықтық, инклюзивтілік, кәсібилік және электоралды принцип идеологиясының ең маңыздысы сенімнің негізі. Басты сайлаушылардың бізге деген сенімі. Биыл аталған шараға алғаш рет басшылық қызметке тағайындалған мемлекеттік қызметшілер, сондай-ақ жас сайлаушылар клубының мүшелері қатысты. Ашық диалог форматында олар сайлау институтына азаматтардың сенімділігін қалыптастырудағы электоралды принциптердің рөлін талқылады. Сегодня для нас, для слушателей... Қайта даярлау курсының біз сияқты тыңдаушылары үшін облыстық сайлау науқанының диалогтық алаңы ұйымдастырылды. Сұрақ-жауап ретінде өтті. Мұндай шаралар азаматтық белсенділікті арттырады. Сонымен бірге азаматтардың сайлау жүйесіне сенім деңгейін жоғарылатады деп санаймын. Бұндай іс-шараларға жастарды тарту менің ойымша жастардың құқықтық сауаттылығын арттыруға, сайлау құқығына деген бір өздерінің үлесін қосуға деген мүмкіндіктердің бірі болып табылады. Және де бұндай іс-шаралардың көп болуы менің ойымша жалпы айтқанда тек қана мемлекеттік қызметкерлер мен жас сайлаушыларға ғана емес, барлық азаматтарға, осы Қазақстан еліндегі қазақ халқына деген олардың құқықтық сауаттылығын арттыруға және де олардың бір білімділік деңгейін арттыруға деген мүмкіндіктердің бірі деп есептеймін.
Конституциядағы концептуалды өзгерістер мемлекеттің адамға бағытталған құндылықтарын нығайтуға, қоғамның заманауи талаптары мен құндылықтарын көрсетуге, сондай-ақ саяси институттардың тиімділігін арттыруға бағытталған. Дәл осы қағидалар бүгінде Қазақстандағы әділ, ашық және сенімді сайлаулардың негізі ретінде қарастырылады. Жанар Мұқышева, Зарина Сапарғалиева, Бауыржан Смағұлов, Алмас Сәдуақасов, Көкше ақпарат. Ақмола облысында тағы бір еңбек ассамблеясы пайда болды. Бұл ұйым Көкшетаудағы Гормол завод серіктестігінде салтанатты түрде ашылды. Мұндай шаралардың арқасында жалпы ұлттық бірлік нығаюда. Әріптесім Лаура Елубаева баяндайды. Гормозавод мекемесінде 15 этностың 300-ден астам өкілі еңбек етеді. Кәсіпорын ұлттар арасындағы құрмет пен ынтымақтастықты нығайтуға ерекше мән беріп отыр. Гормозаводпен бірге талай-талай жұмыстар атқарамыз, іс-шараларды жүзеге асырамыз, және ең бастысы өнеркәсіптерге қазіргі елде болып жатқан саяси жаңалықтарды жеткізу және дұрыс бағытта, дұрыс сараптама берудің мақсаты. У нас большинство людей работает. Біздің қызметкерлеріміздің басым бөлігі өзге ұлт өкілдері. Құндылықтарды сақтауға ерекше мән береміз. Соның арқасында компания ішінде ұжымдық рух мықты сақталған. Сонымен қатар жиын барысында еліміздің жаңа конституциясының жобасы қарапайым жұмысшыларға таныстырылды. Онда мемлекеттік тілдің рөлін күшейту және құқықтық негіздерді бекіту мәселелері жан-жақты көтерілді. Конституция біздің басты бағытымыз және маңызды құжатымыз. Бізге дұрыс бағыт сілтейді. Әркім оның ережелерін білуі және құрметтеуі тиіс. Біз бұған дейін қарапайым халыққа Конституцияның баптарын түсіндіріп жүрдік. Енді жаңа түзетулерді ескере отыра түсіндірме жұмыстары әрі қарай да жалғасады. Жаңа Конституция жобасында 77 бап өзгерді. Бұл шамамен 84%. Жаңа жобада адам құқықтары мен бостандықтарына басымдылық берілуде. Өңірде 20-дан астам этномәдени бірлестік бар. Еліміздің зор байлығы ұлттар арасындағы бірлік пен бейбітшілік. Сондықтан да бірқатар кәсіпорында еңбек ассамблеясы құрылып, ұлттар арасындағы бірлік одан әрі нығая түсуде. Лаура Елубаева, Павел Соловьев, Темірлан Сәбитов, Көкше ақпарат. Ақмола облысында бір айдың өзінде 60 жол көлік оқиғасы тіркелді. Өткен жылдың сәйкес кезегімен салыстырғанда 27,7%-ке төмендеген. Бұл жүйелі алдын алу шаралары мен жолдардағы күшейтілген бақылаудың нәтижесі деп отыр полиция қызметкерлері. Жол көлік оқиғалардың басым бөлігі қолайсыз ауа райының салдарынан орын алып жатады. Осыған орай жол қызметінің мамандары тас жолдардың жағдайын ерекше бақылауға алып, қарды уақытылы тазалап, көктайғаққа қарсы материалдармен өңдеп отырады. Полиция мен құтқару қызметі дауылды ескертулермен жол қозғалысына қойылған шектеулер жайлы тұрғындарды алдын ала ескертіп отырады. В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Астана-Щучинск және Астана-Қарағанды тас жолдарында ауа райына байланысты жол көлік оқиғаларын алдын алу үшін электронды 54 жол белгісі орнатылды. Ол ауа райы жағдайы нашарлаған кезде жылдамдық шегін тезіреттеуге мүмкіндік береді. Бұл жағдайды бақылап отыру үшін патрульдік қызметтің жұмысын күшейту шаралары қабылдануда. Сондай-ақ жол қауіпсіздігін қамтамасыз етудің қосымша шаралары мен жол картасын жетілдіру жоспары әзірленіп бекітілді. Өңірде заң бұзушылықтарды автоматты түрде тіркеу жүйелері жұмыс істеп тұр. Қазір аймақта стационарлық және мобильді 143 кешен бар. Мас жүргізушілерді анықтау үшін арнайы рейдтік шаралар жиі ұйымдастырылады. Тек қаңтар айының өзінде әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 608 бабы бойынша 160-тан астам жүргізуші жауапкершілікке тартылған. Профилактикалық іс-шаралар мен жолдағы тәртіп және көлік жүргізушілердің өздерінің жауапкершілігі қауіпсіздіктің негізгі факторы болып қала береді, дейді полиция өкілдері. Лаура Елубаева, Эдуард Погребецкий, Медет Кайыркенов, Ардақ Тілеуғабылов, Көкше ақпарат. Биыл қазақтың қайсар ғалымы Қайым Мұхамедхановтың 110 жылдығы. Адалдық пен әділдікті ту еткен тұлғаның өмірі мен еңбек жолы бұралаң, әр қадамы күреспен, әр белесі төзіммен өлшенген тағдыр шежіресі. Абай Құнанбайұлын ұлықтап, Шәкәрім Құдайберді мен Мұхтар Әуезовті ұстаз еткен шәкірттің қазақ әдебиеті мен ғылымының дамуына сіңірген еңбегі орасан. Қазақтың жарық жұлдызы Қайым Мұхамедхановтың туғанына 110 жыл толуына орай Мағжан Жұмабаев атындағы облыстық ғылыми әмбебап кітапханасында конференция өтті.
Қайым Мұхамедханов кезінде өз елі мен жерін сүйетін, білім мен еңбекті өмірлік серік еткен, ғылымға құмар көреген жан болған. Конференция жастардың бойында дәл осы қасиеттерді қалыптастыру мақсатында ұйымдастырылды. Шара барысында ғалымның өмірі мен зерттеулері жайында сөз қозғалып, баяндамалар оқылды. Кітап көрмесі ұйымдастырылды. Қайым Мұхамедхановтың қазақ әдебиеті ғылымындағы шоқтығы биік еңбектерінің бірі Абайдың ақын шәкірттері. Қайым Мұхамедханов жалпы әдебиет танушы, зерттеуші, ғалым. Әсіресе Абайдың философиясын, Абайдың мәтінін, Абайдың тереңдігін, Абайдың тұнықтығын зерттеген ғалымдардың бірі. Онымен қоса Шәкәрім зерттеген. Ол жалпы қазақ әдебиетін ғана емес, әлем әдебиетіндегі Достоевскийден бастап, Пушкиннен бастап бүкіл әдебиет төңірегіндегі майталман дүниелердің барлығын зерттеген ғалымдардың бірі. Абай Құнанбайұлы өлеңдерінің текстологиялық зерттеулерінде де Қайым Мұхамедханов өзінің білімі мен ғылымдық парасатын танытты. Ол Абайдың сабырсыз, арсыз, еріншек, көңіліп қайтты достан да, дұшпаннан да, сегіз аяқ сияқты көптеген өлеңдерінің текстологиясы және шыққан тарихында нақтылап, тың тұжырымдар арқылы дәлелдеді. Сондай-ақ Шәкәрім Құдайбердіұлы шығармаларында текстологиялық жағынан дұрыс болуына, өлеңдерінің хронологиялық тұстарын ескере отыра бірнеше мақала жазды. Біздің кітапхана қорында Қайым Мұхамедхановтың Абай мұралары және де Қайым Мұхамедхановтың көп томдық кітаптары бар. Және де көп томдық кітаптарының әр бөлімдері әртүрлі, және де оның том-том кітаптары шыққанменен, оның жылдары әртүрлі, ондағы еңбектер әртүрлі. Бізде 30-40-қа тарта кітабы бар Қайым Мұхамедханов. Кітапханаға мен өте көп жаңалықтармен өте таныстым. Бұл ақпараттар маған болашақта өте қатты көмектеседі. Біліміме де өте маған көп көмек көрсетті. Яғни мен мол тәжірибе алдым. Қазақтың қайсар ғалымы халықаралық Абай академиясының алтын медалі, халықаралық Алаш әдебиеті сыйлығымен Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты атанды. Оның ғылыми зерттеулері бүгінгі ұрпаққа үлгі өнеге. Ризагүл Шаменова, Бауыржан Смағұлов, Бекжан Төлебек, Көкше ақпарат. Назарбаев зияткерлік мектебінің жаратылыстану бағытындағы физика пәнінің мұғалімі Жанғозы Оңғарбай әдістемелік оқу құралына авторлық құқық иеленді. Аталған оқу құралы 11-12 сынып оқушыларының физика пәнінен практикалық емтиханға жүйелі әрі тиімді дайындалуына бағытталған. Жанғозы Оңғарбайдың ұстаздық еңбек өтілі 26 жыл. Соның 16 жылын ол осы білім ордасында шәкірт тәрбиелеуге арнаған. Ұзақ жыл физикадан берген терең білімі мен талапшылдығының арқасында осы пәнді саналы түрде таңдап, оны өмірлік бағытына айналдырған түлектері де аз емес. Тіпті сол шәкірттерінің кейбірімен кейін әріптес болып бір ұжымда қызмет атқарған сәттерде болғанын ұстаздың өзі мақтанышпен еске алады. Бүгінде тәжірибелі педагог өз түлектерінің болашағына бейжай қарамай, олардың емтиханға дайындығы жеңілдету әрі жүйелеу мақсатында әдістемелік оқу құралын әзірлеп отыр. Ұстаз мұндай еңбекті жазуға нақты бір арнайы оқу құралының болмауы түрткі болғанын алға тартады. Бұл құралдың ерекшелігі бұл жаңа форматқа негіздер жасалған. Сондықтан ерекшелігі негізі сол деп айтуға болады. Біз әріптестермен бірлесіп бұл құралға авторлық құқық алдық. Енді қазір жаңағы бізде мынау Назарбаев зияткерлік мектебі жоғарғы орган ғой, солардың әдістемелік кеңестің шешімін күтіп отырмыз, содан кейін баспаға шығарамыз. Әріптестері де Жанғозы Оңғарбайды өз ісінің шебері екенін атап өтті. Оның сабырлығы мен мейірімділігі сабақ кезінде әрдайым жылы атмосфера қалыптастырады. Бұл оқушыларға еркін әрі жайлы жағдайда оқуға, өздерін дамытып, шығармашылық қабілеттерін толық пайдалануға мүмкіндік береді. Жанғозы Оңғарбай, на мой взгляд, отличный учитель, увлеченный своим делом, профессионал. Жанғозы Оңғарбай керемет ұстаз әрі кәсіби маман. Ол сабаққа әрқашан шығармашылық тұрғыда қарайды. Оқушыларының әрқайсысының мықты жақтарын байқап, қолдап мотивация беріп отырады. Бұдан бөлек Жанғозы Оңғарбай шын мәнінде шығармашылыққа толы тұлға. Қазір ол әдістемелік оқу құралының авторы. Менің ойымша, бұл еңбек біздің кәсіби орта үшін өте құнды. Себебі ол оқушылардың білім алуын жеңілдетіп, сабақ сапасын жаңа деңгейге көтереді. Өткен оқу жылынан бастап практикалық емтиханның форматы өзгеріп, тапсырмалар құрылымы күрделене түскен. Бұрын дайын үлгімен жұмыс істеген оқушылар енді анализ бен синтезге негізделген тапсырмаларды өз бетінше орындауға көшкен. Соның нәтижесінде қиындық деңгейі айтарлықтай артып отыр. Осындай жауапты кезеңде жазылған әдістемелік оқу құралы оқушылар үшін сенімді бағыт-бағдар болары сөзсіз. Сәния Есімсейітова, Медет Қайыркенов, Бекжан Төлебек, Көкше ақпарат.
Көкшетауда заң және тәртіп қағидаты аясында құқықтық мәдениетті арттыру және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында түрлі форматта профилактикалық түсіндіру шаралары ұйымдастырылуда. Соның бірі Мәлік Ғабдуллин атындағы көпсалалы номері 3 мектеп гимназиясында өткен жол қозғалысын ережесін көбейту кезесінде есіңде сақта атты көңілді үзіліс. Танымдық кездесу барысында оқушылар қандай маңызды мәліметтерге қанықты? Тілші тарқатсын. Өңірдегі барлық білім беру ұйымдарында адал азамат атты бірыңғай кешенді бағдарлама жүзеге асырылуда. Мектептер бағдарлама аясында құқық қорғау органдарымен, мемлекеттік мекемелермен және өзге де мүдделі ұйымдармен тығыз байланыста жұмыс жүргізеді. Өзара ынтымақтастық өскелең ұрпақтың бойында адалдық, жауапкершілік сияқты асыл қасиеттерді заңға құрметпен қарауды қалыптастыруға бағытталған. Бүгінгі келген полиция қызметкерлері өте пайдалы ақпарат беріп жатыр. Ол балаларға өте тиімді. Тек қана бізден ғана естіп қоймай, сынып жетекшілерден ғана естіп қоймай, мүдделі ұйымдардан келіп осылай ақпарат бергендері өте пайдалы. Бүгінгі шарамызда бастауыш сыныптар қамтылды. Кездесу барысында бастауыш сыныптың 160-қа тарта оқушысы пайдалы ақпарат алды. Танымдық ойындар мен еркін сұхбат балалардың қызығушылығын арттыра түсті. Сондай-ақ арнайы бейнероликтер көрсетіліп, жол қозғалысы ережелері мен қауіпсіздік талаптары түсінікті әрі қызықты форматта жеткізілді. Бүгін бізге мектепте полиция келді. Олар бізге жол ережесін түсіндірді. Қандай түсте өту керек, қандай түсте өтпеу керек екендігін айтты. Жасыл түс жанғанда біз өтеміз, ал қызыл түс жанғанда біз тоқтаймыз. Және қызыл түс тұрғанда біз 1 метр арақашықтан артық тұру керекпіз. Велосипедпен жүрсек, біз велосипедтен түсіп, сосын ғана жолды өтеміз. Машина өтейін деп жатқанда біз машинаны тоқтату керекпіз. Өйткені машина бізді соғып кетіп, ауыр жарақат алуымыз мүмкін. Маған бүгінгі шара ұнады. Қаладағы мектептерде, колледждер мен жоғары оқу орындарында қауіпсіз маршрут, жол жүру ережелерін сақтау және автокөлікті пайдалану, жаяу жүргінші тақырыбын қамтыған шаралар өткізілуде. Бұл бастама алдағы уақытта да жалғасады. Ең басты тақырыбы ол жол жүру ережелерін қағидаларын сақтау. Ең басты ол адамның, балалардың денсаулығы мен өмірін сақтауы. Және де қандай жол жүру ережелерін қағидаларын айтуы. Содан кейін бізге кәмелетке толмаған участке полиция инспекторымыз бар. Олар да қатысатын болады. Әр апта сайын қатысады. Және де қандай да кемшіліктер бар, және қандай да жол жүру ережелерін қағидаларын сақтау керек. Айта кетейік, жыл басталғалы облыс бойынша жаяу жүргіншілер тарапынан 2000-нан астам құқық бұзушылық дерегі тіркелген. Динара Нұрмұханова, Василий Бережников, Ардақ Тілеуғабылов, Көкше ақпарат. Сандықтау ауданында қысқы спорт түрлері жақсы дамыған, әсіресе шаңғы мен биатлон спорт айтарлықтай нәтиже беруде. Шаңғы роллер трассасы күрделі жөндеуден өтіп, спортшылардың алаңсыз жаттығуына берілді. Балқашын ауылындағы шаңғы роллер трассасы толық жөндеуден өтіп, аудан спорт сүйерлерінің тұрақты келіп жаттығатын орнына айналған. Мұнда тек оқушылар ғана емес, егде жастағы аудан тұрғындары да жиі келеді. Олардың бірі биатлоннан кеңес одағының спорт шебері. Өзі де 6 спорт шеберін дайындаған Сергей Гончаров. Мен зейнетке шыққанмен спортпен қоштасқам жоқ. Күн сайын таңертең серуенге шығамын, жаттығу жасап, шаңғы тебемін. Орман үйге жақын, онда табиғат өте әсем, еліктер, қояндар жүгіріп жүреді. Бос уақытымды отбасыма, немерелеріме арнаймын. Бірақ спорт өмірімнің бөлігі болып қала береді. Сандықтау ауданында қысқы олимпиада ойындарының күміс жүлдегері Владимир Сахновтың құрметіне жыл сайын наурыздың соңы мен сәуір айының басында шаңғы жарысы өтеді. Наши спортсмены Шаңғы жарысы мен биатлон біздің ауданда спорттың басым түрлері болып саналады. Бұл табиғи ерекшеліктерге де байланысты. Өңірде қар ерте түсіп, кеш ериді. Бұл спортшыларды даярлауға тамаша мүмкіндік деп білемін. Шаңғы роллер трассасы толығымен жаңартылып, заманауи шамдар қойылды. Бұрын 1,5 шақырым жолда ғана жарық болса, енді 2,5 шақырым трасса, яғни шеңбер бойы жап-жарық. Қазір қараңғы ерте түседі. Кешкі сағат 5-тен бастап жарықты қосамыз. Қолайлы және қауіпсіз жағдайда біз жаттығу процесін жалғастырып, барлық бапкерлік міндеттерді орындаймыз. Қысқы олимпиада ойындарының басталуына санаулы күн қалды. Өңір тұрғындары жергілікті спортшыларға тек сәттілік тілейді. Қазақ елінен олимпиадаға аттанған спортшыларға сәттілік пен жеңіс тілейміз. Әр спортшы жеңіске лайықты. Мақпалай Бабина, Жүрсін Өмірзақ, Көкше ақпарат. Әзірге айтарымыз осы. Арнада жақсы жаңалықтармен жолыққанша аман сау болыңыздар.